Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы «Кел, балалар, оқылық». Тема сегодняшнего урока «Давайте, дети, учиться». Бүгінгі сабақта біз Ыбырай Алтынсариннің «Кел, балалар, оқылық» өлеңімен танысамыз. Тәуелдік жалғауларды еске түсіреміз. Сегодня на уроке мы познакомимся со стихотворением Ыбырая Алтынсарина «Давайте, дети, учиться». Вспомним притяжательные окончания. Жаңа сөздер. Шырақ, шырақ, луч, свет, свеча. Ықылас, ықылас, усердие, старание, желание. Оқы қайтала. Балалар, бұл Ыбырай Алтынсариннің Қостанай облысы Жанкелді ауданы Торғай ауылындағы ескерткіші. Это памятник Ыбырая Алтынсарина Костанайской области в районе Жанкелді в ауле Торғай. Кел, балалар, оқылық. Давайте, дети, учиться. Мәтінді тыңдаймыз. Тұңғыш мектеп ашқан ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің музейі киіз үй тәріздес 2 қабатты ғимарат. Музей великого учителя, открывшего первую школу, двухэтажное здание в форме юрты. Музейде Ыбырай Алтынсарин ашқан мектептің көшірмесі қойылған. В музее представлен макет школы, открытая Ыбыраем Алтынсариным. Музейде Ыбырай Алтынсариннің кітаптары, жеке заттары, фотосуреттер жинақталған. В музее собраны книги, личные вещи, фотографии Ыбырай Алтынсарина. Музейдегі ең құнды заттардың бірі Ыбырай Алтынсариннің отбасы қолданған төсек қап. Одна из самых ценных экспонатов в музее – кровать семьи Алтынсариных. Музейдегі шашу әдебиет қонақ бөлмесінде ақындар мен кездесулер ұйымдастырылады. В литературной гостиной музея Шашу проводятся встречи с поэтами. Енді балалар өздері бұл мәтінді оқып шығындар. Теперь, ребята, сами прочитайте этот текст самостоятельно. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ответим на вопросы. Бірінші сұрақ. Ыбырай Алтынсариннің музейі неге ұқсайды? Неге, на что? На что похож музей Ыбырай Алтынсарина? Вспомните, на что же похож музей? На юрту. Юрта – киіз үй. Вставляем это слово. Жауап. Ыбырай Алтынсариннің музейі киіз үйге ұқсайды. Екінші сұрақ. Музейде қандай заттар бар? Қандай заттар? Какие предметы, какие экспонаты есть в музее? Находим в тексте. Алтынсариннің кітаптары, жеке заттары, фотосуреттер. Вставляем эти слова вместо слов қандай заттар. Оқимыз. Музейде Ыбырай Алтынсариннің кітаптары, жеке заттары, фотосуреттер бар. Үшінші сұрақ. Музейдегі қонақ бөлме қалай аталады? Қалай? Как? Как называется қонақ бөлме? Гостиная. Гостиная в музее. Название пишется с большой буквы в кавычках. Найдите такое слово. Шашу. Вот это название литературной комнаты. Вставляем это слово. Оқимыз. Музейдегі қонақ бөлме шашу деп аталады. Жақсы балалар, сендер орындады деп сенемін. Келесі тапсырмаға көшеміз. Өткен сабақта біз Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз, дара тұлға, ғалым, ағартушы екенін білдік.
На прошлом уроке мы узнали, что Ыбырай Алтынсарин – это первый педагог, ученый, просветитель, основоположник казахской детской литературы. Ребята, Ыбырай Алтынсарин был и поэтом, и писателем. В стихотворениях проявляется его гражданская позиция. Он обращается к молодежи, говорит о пользе знаний и науки в жизни человека. Стихотворение «Кель балалар оқылық» – одно из самых его известных произведений. Қазір өлеңмен танысамыз. Кель балалар оқылық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Ыбырай Алтынсарин. Бұл өлеңде Ыбырай Алтынсарин балаларды оқуға, білімге, ағартушылыққа, жақсы адам болуға, ізгі, ақылды, парасатты, тәрбиелі болуға шақырды. В этом стихотворении, ребята, Ыбырай Алтынсарин призывает всех детей к знаниям, к обучению, к просвещению, быть хорошими людьми, то есть быть умными, воспитанными, рассудительными и добрыми. Домашнее задание: вам нужно прочитать выразительно это стихотворение, выучить и отправить. Отправить, записав свое чтение на видео. Сейчас мы послушаем выразительное чтение стихотворения учеником нашей школы Куриляк Стаса. Тыңдаймыз. Куриляк Станислав, ушунчу сынып окушусы. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар окылы. Кел балалар окылы, окыганды көңілге, ыкыласпен токылы. Окысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегеннің алдынан естімей-ақ табылар. Рахмет, жарайсын, Станислав. Ребята, вы тоже так отправляете это задание через видео на WhatsApp. Енді грамматиканы еске түсірейік. Ребята, вспомни притяжательные окончания существительных. Тәуелдік жалғау. Проспрягаем слово «тілегенім». Менің тілегенім. Окончание «м», слово мягкое. Сенің тілегенің, твое желание. Сіздің тілегеніңіз, ваше желание. Оның тілегені, его или ее желание. Ребята, обратите внимание, в русском языке принадлежность предмета к кому-либо мы определяем с помощью местоимений. Мое, твое, ваше, его или ее. В казахском языке принадлежность предмета к кому-либо можно определить или определяем по окончаниям, без местоимения. Например, тілегенім переводится «мое желание». То есть это окончание первого лица. Тілегенің – твое желание. Ң – окончание второго лица. Тілегеніңіз – ваше желание. Окончание «ңіз» – второе лицо, вежливая форма. Тілегені – окончание его желание, ее желание, окончание третьего лица. Жақсы балалар, еще раз закрепим. В русском языке принадлежность предмета к кому-либо мы определяем по местоимениям, а в казахском языке по окончаниям. Тәуелдік жалғауларды еске түсірейік. Вспомним притяжательные окончания. Бірінші жақ. Если слова оканчиваются на согласные звуки, то добавляем окончание м. Екінші жақ ң. Вежливая форма ңіз, ыңыз. Үшінші жақ Если слово оканчивается на гласный звук, то в первом лице добавляем окончание м. Екінші жақ ң. Вежливая форма ңіз, ңыз. Үшінші жақ с.
Сейчас проспрягаем следующие слова. Көңіл, ұстаз, тұлға. Көңіл. Слово оканчивается на согласный звук. Соответственно, мы к этому слову должны прибавить окончание или выделенные черным цветом, жіңішке жалғаулар, или синим цветом, жуан жалғаулар. Смотрим на гласные. Жіңішке, жіңішке. Слово мягкое, значит, выбираем первый вид окончания. Менің көңілім, сенің көңілің, сіздің көңіліңіз, оның көңілі. Жақсы. Келесі сөз ұстаз. Слово оканчивается на согласный звук. Соответственно, мы должны к нему прибавить окончание или выделенные черным цветом, жіңішке жалғау, или синим цветом, жуан жалғау. Второй шаг. Смотрим на гласные этого слова. О жуан, а жуан. Значит, это слово твердое. Мы выбираем твердые окончания. Менің ұстазым, сенің ұстазың, сіздің ұстазыңыз, оның ұстазы. Тұлға, личность. Слово оканчивается на гласный звук. Значит, мы добавляем окончание, выделенное желтым цветом. Менің тұлғам, сенің тұлғаң, сіздің тұлғаңыз. Добавляем окончание «ңыз», потому что слово твердое. Үшінші жақ оның тұлғасы. Ребята, самостоятельно попробуйте еще раз проспрягать эти слова. После этого приступаем к выполнению письменного задания. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Ақпанның 25-і кел балалар оқылық. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Вместо многоточия вставь нужное окончание. Или задание проспрягать по лицам слова «білім», «ықылас». Определите, на что оканчивается слово, твердое оно или мягкое. Жақсы балалар, бүгін біз сабақта Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» өлеңімен таныстық. Жаттап, маған жіберіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.